Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Асылзат. Мен осы BSC компаниясының менеджері боламын. Менің командама жаңадан қосылған новичоктар көбіне реферальный ссылканың не екенін білмей жатады. Реферальный ссылка дегеніміз не, және ол бізге не үшін қажет? Реферальный ссылка дегеніміз біз адам тіркеу үшін берілетін сілтеме, яғни оны қайдан аламыз? Мына Google-ға кіріп, BSC компаниясының сайтына өтеміз. Тұрған BSC компаниясының сайты. Яғни, бірінші біз жеке кабинетімізге өтіп аламыз. Басым көпшілігі білмей жатады. Мына жерге вход деп кіресіздер. Осы жерде мен сохранить етіп қойған логин парольдарыңызды енгізіп кіресіздер. Осы жерде жоғарғы жақта тұрған 3 сызықшаны басамыз. Структураны басамыз. Соның астында приглашение дистрибьютора деген тұр. Осыны басамыз. Мұны саусақпен жоғары қарай жылжытсақ, астында реферальная ссылка деп тұр. Осыны біз копировать етіп, аламыз да, сақтап қоямыз. Яғни, өзімізге, қай жерге жіберейін? Мен мына жерде бизнес туралы бір нем бар еді, маңызды ақпараттарды сақтап қоятын өзімнің. Осы жерге былай жіберіп сақтап қоямыз. Бұл бізге не үшін керек? Бұны біз астымыздан тіркелетін адамға береміз. Яғни ол автоматты түрде сізге тіркеледі. Бұны басамыз. Мына жерге шыға келеді. Ол фамилия, имя, отчествосын енгізіп, осы жерге тіркеледі. Мұны спонсоры сіз болып шыға келесіз. Реферальная ссылканы біз осылай пайдаланамыз, қыздар. Рахмет.